Керемет бүгінгі кешімізді осылай тамаша көңіл-күймен бастағанымыз өзімізге жақсы деп ойлаймын. Себебі бүгінгі кешті жақсылап өткіздіретін мен, ал қолдайтын сіздер боласыздар әрине. Бүгінгі бізде керемет кеште Қорқыт атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің оның ішінде ең тамаша топтардың бірі ИСА, одан кейінгі тамаша өте әдемі сұлу қыздар мен жігіттерге толы ИСА 13-ке 3 тола. Бір жігіттің басына 15 қыздан келеттігін мен осылайшы. Жаңағын сені аяп кеттің бар ғой. Жылады ғой қазір сені білесің ба? Абайға. Одан кейін бізде тамаша. ФТП 13-ке 1 тола. Сәлем алайым осылайшы. Одан кейін бізде молодцы жігіттер қыздар барлығы бірге отыр екен. Вообще бұл айрана вообще супер умелепсіз кәдімгідей. Одан кейін қасыңызда отырған жігіттер вообще танымай қалдым. Балмұздақ кезінен кейін көріп тұрған еді шыны керек. Одан кейін бізде ФТП 13-ке 3 тола. Молодец. Өте керемет. Осы көңіл-күймен және де біздің осы күнге аман-есен жеткіздірген, барлығымызды мәртебелеп, тәрбиелеп, өсіріп, барлығымызды осындай жоғары білімді дәрежеге жеткіздіріп отырған біздің аса қадірлі екінші аналарымыз бен әкелеріміз, мұғалімдер қауымы. Бір қошеметтеп қойсаңыздар. Тамаша, мына қошемет сіздерге тағы да бір қошемет болсын. Аямай қошемет. Тамаша, осы ағаларымыз бен тәтелеріміз аман болсын. Сіздердің арқаларыңызда бүгінгі күнге жетіп отырмыз. Сіздерге мыңда бір рахмет, алтын уақыттарыңызды бөліп келіп отырғандарыңызға және де осылай жас мамандарды даярлап шығарғандарыңызға. Сонымен бізде керемет кешті жақсылап бүгінгі выпускной жалпылап орысшалап алтыншап айтыла білгендеріңіз болады. Бір күшті көңіл-күй, бір французский көңіл-күймен бастағанымыз дұрыс болар, барлығымыз әдемілеп орнынан тұрып, бокалдарымызды көтеріп, бір-бірімізге соғыстырған кезде айқай шумен бүгінгі кешімізді бастасақ. Мерекелеріңізбен! Төріне бүгінгі қуанышымызбен бөлісіп отырған әдемі жандар біздің ұстаздарымыз, оның үстінде Ибадулла Сәбит ағамыз бастаған. Дұрыс қой, Дұрыс қой. Есіркепова Айжан ханым, Бексейітова Айнұр ханым және Қабдолдина Назым ханымдарда отырған. Және де Махамбаева Динара ханым. Межа қателесіп кеткен менің грам. Индира ханымға ерекше бір қошемет қойыңыздар. Қош келдіңіздер, барлықтарыңыз өзгермепсіздер, сол әдемі қалыптарыңызда сіздерге құтты болсын дейміз. Жасы өздеріңізден ыстық лебіз тілектерін тыңдайық. Рахмет. Енді бүгін нағыз сіздердің бір өмірдегі ең үлкен өмірге қадам басатын
күндеріңіз, дипломдарыңызды алып жатсыздар, құттықтауларыңызды алып жатсыздар, бүгінгі осы мерекелеріңізде шын жүректен осы кафедра атынан құттықтаймыз. Сіздерге тек зор денсаулық, бақыт тілейміз. Мынау енді болашақ үлкен өмірге қадам басқалы тұрғаннан кейін сіздерге тек жақсы жұмыс орындарында жұмыс жасауға. Мынау сіздердің дипломдарыңыз, 4 жыл жасаған дипломдарыңыз енді сіздерге жұмыс жасасын. Одан кейін әрі қарай кейбіреулеріңіз әрі қарай оқып магистратураға түсіп, болмаса әрі қарай докторантураға түсіп, ғылым жолында жүрулеріңіз мүмкін. Сол барлықтарыңыздың болашаққа қойып отқан мақсаттарыңызға жетуге шын жүректен тілектеспін. Мынау айттарыңыз құтты болсын, осындай керемет айында осы айтылған тілектердің барлығы қабыл болсын деп тілейміз. Мынау енді сіздер бүгін өте бір ерекше толық болып отқан шығарсыздар. Енді өмірлеріңізде осындай бір жиын болып, мектепті бітіріп жатқан кездегі кезеңдеріңіз еске түсіп, қазір бүгін осы дипломды алып 4 жылда оқыған білімдеріңізді қолдарыңызға қағазды алып, енді үлкен қадам жасайын деп отырсыздар. Мынау сол үлкен қадамдарыңызға әрдайым гүл бітсін, әрдайым ашық болсын. Тек сіздерді жоғары биіктерден көріп, біздің осы кафедра ұжымы, сіздерді оқытқан ұстаздарыңыз барлығы марқайып жүрсін. Сіздермен осы ұстаздар қуанады, және сіздерді жоғары биіктерден көрінуге әрдайым біз тілектес болып жүреміз. Рахмет, құтты болсын тағы да. Дипломдарыңыз құтты болсын, ақ жол тілейміз сіздерге. Әрі қарай жақсы жұмысқа орналасуға тілектеспіз. Дипломдарыңыздың жемісін көре беріңіздер. Осы күнге жеткізген ата-аналарыңызға рахмет. Және де осы келіп тұрған оқытушылар ұжымына рахмет айтамыз сіздердің атыңыздан. Барлық тілектер сіздерге арналады. Дипломдарыңыз тағы да құтты болсын, ақ жол тілейміз. Жақсы жұмысқа орналасып жатсаңыздар, біз өте қуаныштымыз. Ұстаздар шәкірт оза деген сияқты біз сіздерді тек биіктерден көре берейік. Соған тілектеспіз. Кеше ғана осы талапкер болып, осы біздің Қорқыт Ата университетіне түсіп, міне бүгін сол 4 жылда осы ыстығында, суығында бізбен бөлісіп, осы біздің мамандықты таңдап келіп, бүгін дипломдарыңызды алғансыңдар, құтты болсын, сол дипломдарыңыз өздеріңізге қызмет жасасын, ақ жол болсын әрқашан. Әрқашанда денсаулықтарың мықты болып, осы бір-бірлеріңізді ұмытпай, жақсы көріп, бір-бірлеріңізді іздеп жүріңіздер әрқашанда. Біздердің жаңағы магистратураны жалғастырсаңыздар, біз қуанамыз, келіңіздер. Одан кейін барып, жақсы жұмыс орындарына тұрып кетулеріне өте біз тілектеспіз. Сіздерге әрқашан ақ жол. Ал құрметті қыздар, жігіттер, бүгін студенттер деп айта алмаймыз енді. Бүгінгі қуаныштарыңызға ортақпыз. Жолдарың ашық болсын, әрқашанда биіктен көрініңдер. Сендер жарқырап биіктен көрсетер, ол біздің қуанышымыз. Әрқашанда біз сендердің тілекшілеріміз. Бір-бірлеріңді сыйлаңдар, іздеңдер, дос болыңдар. Группалас деген бөлек, класстас деген бөлек, әрқашанда дос көп болған. Адамның өмірінде барлық жақсылық болады деп ойлаймын, ешқандай қиыншылық көрмейді. Сондықтан достарыңмен бірге болып, бүгінгі қуаныштарына ортақтасып, біздер бүгін келіп отырмыз. Құтты болсын, ақ жол тілеймін сіздерге. Бүгінгі тілектер, сіздердің жаңағы бүгінгі нелеріңіз аяқталғандарыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Өзім толқып тұрмын. Бұл 4 топта мен үшін өте ыстық. Бүтін 13-3-ті кураторлық бастағанмын. Содан кейін исі 13-3-ті кураторлық бастағанмын. Менің бірінші түлегім исі 13-3. Сіздерге тек қана жақсылық тілеймін. Барлықтарыңызға да жаңағы биіктерден көріне беріңіздер. Сіздердің ауызбіршіліктеріңізді
Айнұр апайлар өзінің группасымен мақтанып жатса, мен де өзім группамен мақтанайын. Соңғы бір жылда басқарған осы тобым өте ұйымшыл, өте жаңағы кез келген нәрсені барлығы бірлесіп отырып жұмыс жасайды. Енді бұл жерде өйтіп мына группа мынандай деуге де болмайды. Бұл жерде барлықтарыңыз, жаңа Айнұр апайларыңыз айтып отыр ғой, осы тарихта болмаған нәрсе, осылайдан ұйымдасып, сіздер бір ауыздан осындай бір жерге жиналып, қуаныштарыңызбен бірдей бөлісіп жатсыздар. Міне осы қуаныш әрі қарай қуанышқа арта берсін, үлкен биіктерден көріне беріңіздер деп тілеймін. Мына енді бүгін келетін декан мырзамыз, тоже ол да өзінің сәлемін айтып жатқан, және қуаныш ағайларыңыз осы уақытқа дейін осы заведующий кафедрой болған, осы сіздерді қабылдап, сіздерді жіберуге сәл қалған кезде мен келіп қалдым, енді кешіріп жүрейін. Оның өзінде мен үшін бұл қуаныш, менің өмірімдегі осы бірінші рет түлектерді осындай үлкен қадамға аттатып жатқан. Енді былайша қазақта айтады ғой, төртеу түгел болса төбедей келеді деп, міне 4 топ түгел отырып осындай тойлар бола берсін. Биіктерден, жоғарылардан, жаңағы Алладан тілеген барлық тілектеріңіз қабыл бола берсін. Тек алға. Тамаша, енді мен былай болғым келіп отыр, ерекше рахметімді айтып, сіздерге Айнұр апайдан ортаға алып қалып, сіздерді орындарыңызға жайғасып алуыңызды сұраймын. Билеткен ыңғайсыз болады сіздерде, сәлден соң билейміз. Айнұр апайды алып қалайын. Айнұр апайдың қолы. Тамаша. Мен енді асықпай біртіндеп бастағым келіп отыр да, сізге тобыңыздың жалғыз қошеметі ғана емес, ерекше өздерінің алғыстары бар екен, ерекше сізге айтқысы келіп отырған рахметі бар екен. Сол үшін исі 13-те 1 болды, 13-те 3 тобын жалпы мұғаліміміздің жанына шақырам. Старостыны ғана шақырған ұят болар, келіңіздер, балықтар. Апай қайда? Ой, апай сізден тұрғызын. Апай башы білінбей қалыңыз. Әдеміңіздермен. Енді старостымызды кім? Старосты ханым, өзіңіз білесіз, жасы алғысыңызды топтың атынан айтып, рахметіңізді білдірсеңіз, нұр үстіне нұр болар еді. Оған дейін тілек етеміз. Құрметті ұстаздар, құрметті группаластарым, бүгінгі дипломымызды алып, бір төбеміз көкке бір ел жетпегенде қуанып жатырмыз. Біріншіден ол ата-анамыздың арқасы, соларға мың алғыс. Одан кейінгі білім беріп осы уақытқа дейін бізді тәрбиелеп келген ұстаздарымыз отыр, соларға да мың алғыс білдіреміз. Барлықтарымыздың басымызда бақыт болсын, денсаулық болсын. Бірінші байлығымыз, денсаулығымыз мықты болсын. Ауызбіршілікте болар, ұстаздардың тілектері барлығы періште құлағына шалынып, армандарымыз орындала берсін. Айтылатын тілектер көп қой, соның барлығы періште құлағына шалынсын. Ал кафедраның құрметті ұстаздар қауымы және кураторым Айнұр апай. Осы бүгін енді бітіріп жатыр ғой. Апайымызда бізде қуаныштық, екеумізде бір жерде тұр негізі. Сізге көп рахмет, осылай 2 жыл бізді бағып, өсіріп, жол өтеді бізге. Осылай сізден арналарыңызда барлығы. Алдымен осы Сәбидаға Икер апай, Назым апай, Айжан апай, сіздерге көп алғысымыз шексіз, және барлық кафедра мұғалімдеріне де алғысымыз шексіз. Енді осылай келіп қалыпты, сізге көп келеді. Енді қуаныштан жарайды, тілек шықпайды біз. Бәрі айтамызда баяғы қуанып жатып өзімізді. Енді старостымыз сөйлесін.
құрбыластарым, бірінші бүгін үлкен өмірге қадам басасыздар барлықтарыңыз. Енді осы 4 жылға енді диплом бірінші сіздерге жұмыс жасасын. Осы дипломдарыңыздың қызықтарын көріңіздер, барлықтарыңызға да соны тілеймін. Ал кафедра мұғалімдеріне барлығына Сәбит ағай, Индира апай, Назым апай, тағы да басқа көптеген апайлар, сіздерге алғысымыз шексіз. Алдарыңызда басымыз дейміз. Енді Айнұр апай бізде куратор емес, біздің ағамыз секілді барынша бізге жаны ашып, қай жағынан да біздің әрқайсымыздың қас-қабағымызға қарап, көмектесіп, қолынан келгенше біз енді куратор есебінде емес, өзіміздің тәтеміз, анамыз ретінде қабылдаймыз апайды. Олардың кезінде де көмектеседі бізге апай. Енді тілек көп, барлығы айта берсем, барлықтарыңызға тек қана үлкен бақыт, қуаныш, алдағы өмірлеріңіз тек сәттілікке толсын. Енді біз апайға кішкене ғана сыйлығымыз бар. Соны қабылдайын. Рахметіміз апайға дейін. Комплекті. İsa 13'te 3 тобының кереметтей сыйлығы. Комплекті, бриллиант. Жаңа құлағыңызға қошеметтеп қойыңыздар.
кешір мені ұсама деп зәре жоқ не де болса келіп кетші рахмет айтамыз. Құдай қаласа осындай жас мамандарды жақсы жетістікке жеткіздіре беріңіздер деп тілек білдіреміз. Және де енді бүгінгі біздің выпускной балымызда жақсы әдемі жігіттер отыр. Жігіттер қыздарға қарағанда аздау екен, сондықтан жігіттерден бастаған жөн болар. Осы жерде білесіздер, достар кафесінде ең әдемі, ең красавчик бүгінгі достар ресторанында, оның ішінде Қоқтата выпускнойында мистер деген атаққа жігіт болады, және мисс болады ол әрине. Бүгінгі біздің мистеріміз бен миссімізді анықтайтын сәт, оны анықтау үшін мистерді анықтап алған дұрыс. Сол үшін 4 группадан мен 4 жігітті әрине алдырдым. Сол үшін бізде есі 13-тен кім шығатын? Ой, жақсы жігіт, енді өзің шығасың. Сен бүгін тергейтіп тұрсың, одан кейін бізде бауырым. Енді мына жақтан бізде сәл музыка болып қоя сал. Жігіттер, жайғасып алайық, орнымызға тұрып алайық. Бірінші, өз есімдеріңізді атаңыздар, жанкүйерлер айқай шумен қолдап отырамыз. Келістік қой. Дайын болсаң, бірінші есімің? Жәнібек бауырымыздың жанкүйерлері. Бұл 13-те 3 бұл, 13-те 3 бұл, тамаша. Одан кейін Бақытжан. Бақытжан бауырымыздың жанкүйерлерінің дауысы. Нормально. Одан кейін бізде, ой, Карина, ең бүгінгі қыздардың арасында гүл болып. Қыздар өледі екен ғой, красавчик. Одан кейін бізде Жанайық бауыр. Былай, жігіттер, бүгін мистерді анықтаймыз. Бүгін біздің кеш болғасын, бүгін ойынның түрін ойнататын боламыз. Сол үшін ең бірінші алғашқы ойын нағыз жігітті анықтаймыз. Оған 4 арттарыңызда тұрған стульчик алып келсеңіздер, бір-бірлерге өздеріңізге тез етіп жылдан. Мына жаққа келіп ортаға. Біріншісін былай қаратып қойайық. Былай қаратайық. Бір-біріне қаратамыз. Былай қарай саласыз. Енді, Жанабек, өзің мына жаққа кел. Маған қарап отыр, тізеңмен. Одан кейін Мына жерге отыр, тізеңмен. Одан кейін бәрі ұқтарың отырасың. Ар жағын, тамаша. Енді жігіттер ойын білмейтіндер бар, білетіндер бар, білмейтіндерге түсіндіре өтейін. Қазір жігіттердің мықтылығын тексереміз, яғни қазір барлықтарыңыз сандарыңа жатасыңдар.
бір-бірлерінің сандарына. Ложитесь на свои... Что говорит-то? Тяжко? Тяжко? Ляжко. Вот ляжку, ляжку. Ляжка, говорит, ляжка. Давай. Жатва. Давай. Бір-бірлеріңді абайлаңдар, жігіттер. Ага. О, давай. Жатва. Ал, если басынан көрдіріп ұстайды екенсіз ше? Дұрыстап өте шықпасың? Гавашки болғансың ба шалбардың ішіне? Өзің. Дайын болды. Дайынбыз ғой, музыка дайын ғой. Сіздер қошеметпен қолдайсыздар, сосын мен айтам, өзім біртіндеп келем, стульчикті біртіндеп алатын болады. Тез қосу көздеп, көтендеріңізді көтересіздер шамалы. Яма? Көтендеріңді көтересіңдер. Яма? Жанабек, сен түсіндің ғой, е? Сен сыныпталма, яма? Болды. Дайын болсақ, музыка, кесіға! Ең мықты жігіт кім болады екен? Исі 13-3 ба? Исі 13-1 ба? БТП 13-3 ба? Әлде БТП 13-1 ба? Сонымен, біріншіден қырмастан. Бүкіл спайында отыр екен ше? Қазір шығармаса келді ғой. Көндерің керек. Мұрның неге ма? Тамаша. Сен ақпарет. Енді бір масақалында жатқандай жүр. Көтер, деп атсың. Алай, көтереміз, көтер. Ой, молодец. Дайсың ба? Ал. Шашың дегенде шайтсың? О, міне тамаша. Ал, енді Жанабек, көтер. Дүм, құттай болып не біледі? Дүм. О, міне. Рахмет, музыка, рахмет. Жігіттер қалай жатсың? Нормально жатсың ма? Бір-бірлеріңді задевать етіп алмаңдар. Енді бір жігіт керек. О! Ой, не болды? Кел. Нәже кел. Ал, столың ортасына бар. Сен қалай қыласың? Екі қолдарыңды ше, бір-бірлеріңе ұстап алсаңдаршы лучше. О. Қазір жүгіріп келесің да, самолет үстіне құлайсың. Мен деген ше, нәжеге түсесің. Көтеру керек жігіттер. Сен кірде ба? Дайын ба? Сапсың ба? Ес! Кім құлайды сол ұрлар? Кім ұстайды сол жігіт ба? Дайынсың ба? Үстеген секпесің ғой? Асып кет, не қайын қылма? Давай, дайынсың ба? Бірге санайық онда. 3, 2, 1, енді көпіріп сен жата берсің. Сөй көтіріп алдың ба? Болды, тамаша, рахмет. Енді орнымызда бір-бірге тұрамыз. Көмектесіп жібереміз. Ой, молодцы, жігіттер. Жігіттер еттікше қошырегіп қойсаңыздар. Жігіттер жарадыңдар, сендерге ерекше ризашылығымыз. Бүгінгі біздің кешімізде мистерді анықтай алмай қалдық. Өйткені барлықтарыңыз шыдадыңыздар. Сол үшін қазір келесі ойында мисті анықтаған кезде мистерді мис таңдайтын болады. Сол үшін келесі ойында дайын болыңыздар. Оған дейін бізде сыйлықтар. Көмектесіп беретін жан болса, тез етін да, мына жерде сыйлықтар бар. 4 жігіттер. Кәне, ой, қытай. Главный приз – машина! Тамаша, рахмет, орныңызға жайғасып алыңыздар. Жігіттер, қыздар, енді былай. Осы
бір алғысымызды білдіргіміз келіп отырған осы жерде жақсы көретін ағайымыз бар. Сәбит ағайымызды ерекше қошеметтерімізбен ортаға шақырғымыз келіп отыр. Келіңіз Сәбит ағайымыз. 13-те 3 тобын ортаға шақырғым келіп отыр. Барлық топты келіңіздер ортаға. Өзіңіздің кураторсыз осы жақтың. Енді өзіңіз бір алғысыңызды тобыңызға айтып, бір болған оқиғаларыңыз болса, қызықты осы жігіттерге, бұзақы жігіттер болады, болмаса қыздармен болған жақсы бір ойындарыңыз, ойларыңыз болса. Осы 2015 жылдың октябрь айында 19-ына жұмысқа келдім. Ең бірінші рет Мәскеудегі жаңа аспирантураны бітіріп университетке келіп жатқан кезім маған бірден сабақтар бөлініп, мен бұған дейін университетте сабақ берген жоқпын, бірақ енді дегенмен бұл мен үшін бір сынақ болды, бірақ барынша тырыстым. Осы сол кезеңде бірінші берген сабақтарымның бірі осы ВТП-13-3, ВТП-13-1. Осы екі топқа мен басты ең бірінші сабақтарды бергенмін. Енді әрине қобалжу бастап кезде болады, бірақ жігіттердің, қыздардың арқасында өздері сабаққа атсалыса отырып, ойларымен бөлісе отырып, жаңағы енді әр кезде мен де мысалы оқыған кезде болды, мұғалімдер жаңағы енді келіп, жаңадан келіп жатқан кезде бізде жаңағы сұрап, қай жақтан келдіңіз, не оқыдыңыз, жаңағы қандай қызықтар болды деген сияқты сондай әңгімелер болып жатады. Олар да енді арасында әңгімеге тартуға тырысады, бірақ сабақтың уақытысында енді шамалы 5 минут, 10 минуттай әңгімеге бөлсек, әрі қарай сабағымызды өтетін тұрамыз. Енді бұл топтың ерекшелігі ең бірінші бұл өздерінің жаңағы бірлестігі, ұйымшылдығы, адамзатындағы ең басты қасиет осы бірлестік. Яғни бірлік бар жерде тірлік бар деген сөз. Мынау адамның ең бірінші қасиеті адамгершілік көрсететін осы бір-бірімен жақсы қарым-қатынаста болуы. Енді ерекше әрине бұл жерде оны группасы, тобы да өздері біледі. Әрдайым бір сценалар болып жүреді. Ол да бір өзінің топтың бір қызықты сәттері шығар. Бұны жалғыз топ емес, барлық кафедра біледі. Великолепный жігіттер бар, великолепный жігіттер. Солардың арқасында осындай бір қызықты сәттер болып жүрді әрине. Бірақ оның бәрі артта қалды, әзілмен, ойынмен, былайынша мен де бұлардан әрі келсе бір ағаларымыз шамалақ, бірақ соның өзінде бұлардың маған деген жаңағы шын жүректен жаңағы поддержка дейміз ғой, поддержка жасап, қасында жүріп, айтқан тапсырманы уақытылы орындап жүргендері, сол үшін сіздерге көп рахмет. Мен өмірімдегі ең үлкен жаңағы оқу, білім аясында жүргенде сіздерге сабақ беру арқылы, топты басқару арқылы сіздерден мен үлкен үміт күттім. Сол үмітті ақтап жатсыздар. Қазіргі таңда барлықтарыңызда жұмыс атқарып жатсыздар. Сол жұмыстарыңыз шыңдай беріңіздер. Сол жұмыстарды әрі қарай биіктен көрсетуге тырыса беріңіздер. Сіздерді көріп, біз әрдайым қуанышқа бөленіп жүре берейік, марқайып жүрейік. Сіздерге ВТП-13 тобы тек бақыт, денсаулық тілеймін. Енді ағай сізге де рахмет. Енді біздің жақсы алғысымызды білдіргісі келіп отыр, рахметін айтқысы келіп отыр. Нұршат ханым, старостамыз. Қайырлы кеш, құрметті аяулы ұстаздар, және де құрметті достар. Бүгін мінекей біз үшін үлкен мереке, яғни 4 жыл бойғы білімімізді бүгін мінекей нәтижесін қолымызға алып, дипломдарымызды қолымызға алып, мінекей ішімізде бір жеңілдеп, бүгін міне үлкен мерекеге келіп отқан жайымыз бар. Барлығыңызға құтты болсын деймін біріншіден. Бұрын, яғни 2013 жылы
мектепті табалдырығын аттап үлкен арманға жетелеп мінекей университет қабырғасына келген болатынбыз. Оның ішінде облысымыздағы мемлекеттік университет, яғни Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің, оның ішінде 5-ші оқу ғимаратында, оның ішінде есептеу техникасы және ақпараттық жүйелер кафедрасының түлегі болған болатынбыз. Мінекей бүгінде содан бері 4 жыл өтіп, біз аман-есен бітіріп ұшып бара жатырмыз. Ол әрине бірінші үйіміздегі ата-анамыздың арқасы, яғни ақылы түрде болсын барлығы ата-анамыз оқытып, бүгінгі күнге жеткізіп отыр. Екінші, аяулы ұстаздар, сіздердің арқаларыңыз деп білемін. Сіздерге үлкен алғысымыз шексіз. Сол жылда әрине жаңа айтып жатыр ағайлар, Қуаныш ағай бастаған ұжыммен бастаған болатынбыз. Мінекей қоғамдық жұмыста да, сабақта да біліммен қоса тәрбиелік бойымызға, тәрбиелік мәні бар әңгімелеріменен, білімменен бойымызға сіңдіре білген мұғалімдер мінекей біздің кафедрамызда болды. Яғни сіздерге біз еркелеп те жүрдік, жалпы айтқанда еркелеп бітірдік деп айтуымызға болады. Сіздер сияқты ұстаздар, яғни бізге бойымызға барлық құндылықтарды сіңдірді деп есептеймін өз басым. Содан кейін келетін болсақ, бізде жаңағы Айнұр апай кетіп қалды, бірінші курста Айнұр апай бастаған болатын. Барлық бағыт-бағдарды беріп бізге мектептен жаңа келіп отқан студент болып келген кезімізде алдымызға барлық бағыт-бағдарды осы Айнұр апай мен Қуаныш ағай бізге бастаған болатын. Содан кейін барлығы бүгін айтпаса болмайды, әрине ренжімеңіздер. Олжада Жолдасбековна деген ұстазымыз болған. Әрине бүгін ортада болғысы келген, өкінішті жұмыс бабымен келе алмай қалды Астанадан. Ол кісіге де біздің алғысымыз шексіз. Және де одан кейін айтатын жағдай біздің ағайымыз Сәбит ағай, Сәбит Ибадуллаұлы. Мен өзім ерекше мақтанышпен айта аламын. Осындай ұстаздардың біліммен бүгін мінекей білімін сусындатып біз алып ұшып бара жатқанымызға мен қуаныштымын. Сәбит ағаймен біз аз ғана уақыт болсақ та кафедра меңгерушісі әрі біздің кураторымыз болды. Ол әрине бізге мақтаныш. Ағаймен біз ағай ретінде емес, дос ретінде болдық деп есептеймін өз басым. Барлық еркелігімізді көтерді. Барлық қуанышымызды да, ренішімізде бірге болды. Аз ғана бітіретін шыққа бізге өте ағайдың орны ыстық, ерекше. Сізге алғыс айтамын. Отбасыңызға табыс, береке, жұмысыңызға табыс тілеймін. Отбасыңызға амандық тілеймін, тек жақсылық тілеймін. Жұмыста тек барлықтарыңызға жеміс тілеп, бұдан да жоғары биік белестерді бағындырып, ұстаз деген ұлы атауға ұстаз деген атқа лайық болып жүре беріңіздер деп өз басым группамның атынан тілек білдіремін. Аман болыңыздар, отбасыларыңызға тек бақыт тілеймін. Және де барлықтарыңыздың орны ерекше. Енді атап айтып жатқан жаңа кураторларын өзім айтып жатырмын. Оның ішінде Айжан апай, Индира апай, Назма апай, сіздерде барлықтарыңыздың сабақтарыңыз болды. Сіздердің де орындарыңыз ерекше. Әрқашан сіздерді көргенде сыйластығымыз артып, сіз біз десіп, әрқашан сіздердің ыстық шәкірттеріңіз болып қаламыз деп өз басым есептеймін. Тағы бір айта кететін жайт, мінекей біздің ВТК 13-те 3 группасы, біздің группада барлығы 16 студент бітіріп жатырмыз. Мінекей бүгін ағайға өзіміздің алғысымыз бар, ерекше. Кішкене де болса да бізден ескерткіш сыйлығымызды табыс етуге рұқсат етіңіздер. Құрметті достар, мінекей бүгінге де сіздер үшін үлкен мереке деп жатырмыз. Қолдарыңызға алған дипломдарыңыз құтты диплом болып кетсін. Әрқашан жемісін көріп, әрқашан еңбектеріңіз жана берсін. Биік белестерден көрініп, қыздар, жігіттер, сендерге бақыт тілеймін. Қыздар,
сіздерге де үлкен алғысымды білдіремін. Кішкене жаңа түсініспеушілік болып жатыр барлық үшін. Ұйымдастырып жүргеннен кейін кішкене жауапкершілік болады екен. Сіздерден кетіп жатқан кемшіліктерден кешірім сұраймыз. Барлықтарыңа сәттілік тілеймін, өмірде тек жақсылық болсын. Кәдімгі өте кереметтілік етті деп ойлаймын, келіссеңіздер. Бір ректордың алдында отчет сияқты болды кәдімгі. Соған жақсы Нұршатқа ең қысқа тілек деген номинация берген болды. Жігіттер. Ал студенттер, ұстаздар, студенттер осы бітіріп жатқандары құтты болсын барлығына. Құдай қаласа барлығын осы қалаған мамандықтарыңа, қалаған жұмыстарыңа орналасып кетіңдер негізі. Осы ұстаздарымызға айтатынымыз бірінші. Негізі осы жерде келіп отырған ұстаздар, осы ИСі ВТП деген группалар маған ыстық деп келіп отырған ұстаздар ғой негізі. Маған ыстық жүрегіне жақын деп келіп отырған. Барлығыңызға рахмет айтамын. Осы бітіру кешін бірге осылай қарсы алып жатқандарыңызға. Сіздер былайша барлығымызға осылай жақын көрінді деп ойлаймын. Мысалға ұстаз емес, дос ретінде ойнап та жүрдік, күліп те жүрдік, сабақта оқып жүрдік, бірақ дос сияқты ол жақын көріндіңіздер де, ойнасақ та ұрыспайтынын біліп сөйтіп жүреміз да былайша. Өте жақынсыздар да бізге. Сол сияқты барлығымызға рахмет айтамыз. Осындай ұстаздан бар болғанына, басқа жақта былайша естіп жатамыз ғой, басқа қаладағыларды. Олар ақша анау-мынау деп айтып жатады да, сөйлесе шүкір деп ойлаймыз да, біздің ұстаздар өзімізге дос сияқты осылай күліп ойнап, сабақ оқимыз. Осы сіздерді жақсы көргеннен кейін оқимыз сабақты былайша ше. Өзіміз керек болмасақ та ше былайша. Айтпасдар да бітіріп алдық қой, енді көрмейміз ғой. Сол сияқты барлығымызға рахмет айтамын. Құдай қаласа енді осы жерде 60-тан көп адам отырдық қой. Барлығымыз программист болып кетеміз деп ойламаймыз енді, бірақ сонда да әртүрлі жерде оқимыз ғой, бір-бірімізге қол алысып жүрейік барлығымыз. Барлығымызға рахмет. Осылай жақсы дос болып жүргендеріңізге. Енді осылай кешімізді соңына дейін жақсы өткізейік. Сол үшін. Қыздар, жігіттер, бүгінгі бітіріп жатқан мерекелеріңіз құтты болсын. Дипломдарыңыз барлықтарыңызға жемісті болсын. Сәттілік тілеймін және алғысымды осы кафедрадағы мұғалімдерге білдіремін. Көп-көп рахмет сіздерге. Әрқашан бізді қолдап, осы күнге жеткізгендеріңізге рахмет. Мен енді осы жерде алғысымды группадағы старшымызға білдіргімге отыр. Кураторларымыз ауысса да әрқашан біздің қасымызда жүріп, бізді қолдап, біздің бар еркелігімізді де көтеріп жүрген осы Нұршатқа рахмет. Барлық группаның атынан, әсіресе жігіттердің атынан саған алғысымызды білдіреміз. Және группаның атынан саған кішкене сыйлығымыз және дипломыңа байқасыңыздар, соны қабыл маған ештеңе жоқ. Нұршат в шоке. Енді ол қалай болады? Жоқ, әрине, рахмет. Біріншіден группа старосты дегенмен менде өзімде бір баста бірінші курсқа келгенде Айнұр апай айтып жатыр ғой, ылғи айтады, мен болғандығым Нұршат староста болып деді. Өзімде білмеймін, бір группалас емес, барлығын бауырымдай көрдім, жанашырлықпен барлығын істедім деп ойлаймын. Енді ол істегендерімді мен бір міндетсінген емеспін, старосты болып тек
бойыма тек жауапкершілік болды, жауапкершілікпен атқарып шықтым деп ойлаймын. Ол әрине бұл алғыстарыңыз сіздердің ойларыңыздан шықтым деп есептеймін. Сондықтан осындай алғыс білдіріп жатыр деп ойлап тұрмын. Ол үшін әрине рахмет сендерге. Достығымыз әрқашан арта берсін, әрқашан да бір-бірімізді ұмытпай, бір-бірімізді қолдап, бір-бірімізге қамқор болып, бауырдай өмірде бірге. Әрине рахмет. Енді ортамызға Индира апай сізге де біздің осы 4 группаның атынан рахметімізді білдіреміз. Ортамызға келіп, куратор емеспін деп келмей қалмай, отпускада болсаңыз да уақытыңызды бөліп бізге келген үшін сізге үлкен алғыс айтамыз. Кафедрадағы үлкеніміз сізді құрметтейміз сізді, сол үшін сізге де абай тапсырдым. Сізге де ерекше алғысымызды білдіреміз. Осы группаның ұйымшылдығын көріп жатырмыз. Рахмет сіздерге, әрқайсыларыңызға ақ жол тілеймін, ата-аналарыңызға тағы да рахмет. Барлықтарыңыз осы топқа сабақ өтуге барған кезде айтамын ғой, әрқайсыңды мен мінездеріңді де жүрген жолдарында біліп аламын деп, сол сияқты алдағы уақытта да әрқайсылардың армандарың орындалсын, алға қойған мақсаттарыңыз орындалсын. Үлкен биіктерден көріне беріңіздер. Біздің алдымыздан шыққанда жаңағы ұстаздан шәкірт озар деген мақал сіздерге қатысты болсын. Соған тілектеспін. Ақ жолдарыңыздар. Өте, мен де таңғалып жаттым, шыны керек. Со стороны қарап жатқан кезде, кәдімгі мен де сіздерге бір мұғалім болып тұрғым келіп кетті бар ғой. Өте керемет, сондай жақсы жандарды шығарып жатыр екенсіздер. Ол сіздердің арқаларыңыз. Енді тағы қосылатындар бар ма жігіттерден? Құрметті достар, ұстаздар, бүгінгі ұстаздардың бітіртіп жатқан, өзіміздің бітіріп жатқан оқуымыздың ары қарай жемісін көрейік. Сәбит аға, бір адам алдыға шықсаңыз. Ұстаз деген ұлы адам дейді ғой. Осы ұлы адамдардың біреуінің қолын алып тұрмын осы кезде. Ұлы адам ашуланбайды дейді. Біздің Сәбит ағайдың ашуланғанын көрдіңдер ме осы уақытқа дейін? Біздің Сәбит ағай қандай адам? Біздің Сәбит ағай Қорқыт Ата университетіндегі ең жас зақ кафедра. Қарап тұрсақ, Сәбит ағайдың ең бірінші түлегі бізбіз. КТП 13 тобына биыл 4-ші курста куратор болып келді, ең бірінші түлектерін болып бізді жіберіп жатыр. Енді қарап отырсақ, Сәбит ағайдың бізге келген кезде ең бірінші сабақтарында баста біз ойлеттіміз, өте жас кісі ғой, қалай мұғалім болып жүр университетте деген сияқты. Бірақ қарап отырсақ, өте мол тәжірибесі бар, өте үлкен жаңағыдай ауқымды өзінің білімі бар. Көпті көрген, жаңа айтады ғой, жас адамнан емес, көпті көрген адамнан, үлкен адамнан емес, көпті көрген адамнан сұрады дейді ғой. Көп ақылдарын айтты, көп жол көрсетті. Ризамын Сәбит ағаға. Рахмет Сәбит ағаға. Ең бірінші деп Сәбит Ибадуллаұлына қатысты айтып жатыр. Осы Қызылорда өңірінде және Қорқыт Ата университетіндегі ВТО мамандығының PhD докторы. Ол бірінші. Ғылым жолына түскен, Москвада қорғап келген ең бірінші осы PhD доктор ВТО мамандығы бойынша. Соны естеріңізден шығармаңыздар. Вообще таңғалып PhD доктор, прежде доктор ма деп PhD, он бірінші дистрифон еді. PhD 2-3-4 болып жалғасын тауып кете беріңдер, сіздерге де жұғысты болсын. Енді би дұрыс деп ойлаймын, қуанышымызды бимен бір жақсылап сөйлеттей солайық, барлығымыз ортаға қараймыз. Самсуин Даутра!
бастайтын. О, соғыстырып жатыр, жігіттер, қыздар соғыстырып жатыр. Біздің ВТП 13-1-ден 3 қыз алайын. ВТП 13-те 1-ден 3 қыз. 3 қыз. Өзі 3 қыз бар, тем более отыр. Одан кейін ВТП 13-те 3-те 3 қыз болсын, ә? 3 қыз. Одан кейін исі 13-те 1-ден 3 қыз. 13-те 1-ден 3 қыз. Қыздар, басталмай атып шаршамаңдар. Ойын ғой, бүгін өздеріңіз қызық қылатын, мен емес қызық қылатын, өздеріңіз ат салсын. Одан кейін 13-те 3-те, исі 13-те 3-те 3 қыз. Жанарыңды жандырады деп кейін кеттік. Енді біз 13-те 3-те күтіп отырмыз. 13-те 3 керек. Қазір шақырмай қалсақ қалар дейсің. Шықсасаңдар, үшеуің еркек, төртеуің еркек соғыстыр. Қыз ғой кәдімгі бізде. Жүрсеңдерші. Тағы бізде басқа қыздар бар еді ғой, ат салысып жүр. Болмаса енді араластыра берейік онда. Сіздер үшеуіңіз шыға салсаңыздар, соның ақырайын. Хотя біреуі шықсын да группадан. Давай. Ойынға өздеріңіз ат салысып, өздеріңіз кірісулеріңіз керек қой. Симай қалалардың көзіне қыздарша, бәрі артқа жазып аламыз ау, Симай қалалардың көзіне ексе. Пока что. Бір стульчиктен өздеріңізге жақтан алып алсаңыздар. Стульчик керек болады сіздерге. Бір стульчиктен, адам басып, бір стульчиктен тездетіп қыздар алып алыңдар. Мұша, сен жай ішші, жайден. Сен тез ішіватсың ше? Ашуланып тұрып ішсең, тез мас болып қаласың. Сол үшін настроение керек. Бізге енді тағы 3 қыз болғанда басшы күшті болар еді, группалар шағырсайық деп едік. Сидырамыз, артқа қарай шығып сидыра саламыз. Өздеріңіздің үстелдеріңізге отырып алыңыздар. Отырып аламыз. Бір линия бойында. Енді жігіттер, сіздерден үлкен өтініш, қыздарға поддержка жасап, жақсылап қошеметтеп отырыңдар, иә? Вообще бүгін супер киімдерді қыздардың барлығы ше. Мұшақ, көйлекті қақтан алдың? Ағжаннан. Ағжаннан? Қай бутигінен алдың? 110. 110-да красавцы екен. Так, қыздар, қазір ойынның шарты былай. Ойын оп-оңай. Қазір өлең қосылады, билейтін өлең қосылады. Орындарыңызда отырып, соған өлдіріп тұрып билейсіздер да. Мен тұрып музыкаға стоп деймінде бір әріпті айтамын. Бір әріпті. А дейм ба, мысалы, адам басталатын, кез келген адам бола ма ол, зат бола ма, бірдеңе болсын, адам басталу керек, соны столдың үстіне алып келесіздер. Түсінікті ғой? Кестік қой. Кім соңынан келеді, ойыннан ұшып кетеді. Ең мықты группаны анықтайтын. Түсінікті ғой? Кез келген әріпті айтамын, содан басталса болды сол зат. Кестік па, түсіндік қой ойынның шарты. Дайын болсақ, қыздар орныңызда билейміз. Кеттік. Шама аяқты қосып, ойнатып, полный барлығынша билеп. Хорошо? Давай, музыка, кеттік. Yes!
Sen geliyorsun. Sen de geliyorsun ha? Al жігіттер енді танысайық не әкелгенімен. Кәне, кім девушка өзіңіздің еркегіңізді қасына тұрып алыңыз. Бірінші бізде сіздің есіміңіз Перизат. Перизат, сіз Б-дан басталатын не әкелдіңіз? Бокал. Дұрыс қой, қошеметтейсіз, бокал. Одан кейін есіміңіз Мадина ханым не әкелді екен? Б-дан басталатын. Баклажка. Баклажка келді да? Дұрыс қой? Дұрыс. Фантазия көрдіңіздер ма? Одан кейін деп баклажка алып келді ғой. Сіз не кімді алып келдіңіз деп айтайын, е? Бала алып келді, дұрыс па? Дұрыс. Фантазия шүкісі, е? Өзі кімді болып дәлі баланы алып келді жүр. Одан кейін бізде Нұршат ханым не әкелді екен? База. Может, базы шығар? Сенде базы ма? Тайный секретный база алып келіпті да бұл. Оның ішінде бауырсақ деп ұрысың, оны тістелген бір дегенде. Одан кейін бізде есіміңіз Ботагөз не кім алып келді екен? Мен Байжанды. Сен бай алып келдің, не? Бай алып келген, керемет тамаша, Байжан, Байкеңе. Одан кейін бізде есіміңіз Мөлдір ханым не әкелді екен, а? Сіз де бокал алып келдіңіз. Келсеңіз ма? Қошеметтейміз. Одан кейін есіміңіз Жанкерке ханым не әкелді екен? Мен Барби алып келдім. Сен Барби алып келдің. Кукла, Барби, келсеңіз ғой. Тамаша. Одан кейін алтын шаш, сен бұдан басталатын бауырсақ алып келдің, е? О, тамаша, сен бауырсақты көп жеш шамал. Саған чуть-чуть бір 5 килограмм қосып алу керек. Одан кейін Ақмарал ханым, сіз не әкелдіңіз? Букет. Букет. Бір ренжімін. Букет. Одан кейін бізде Бибінұр ханым, сіз бауырсақпен не біліп тамақ қомарсың? Одан кейін соңғы Айдана ханым бауырсақ алып келді. Енді былай болады. Өздеріңіз сол отырған үстелдеріңіз бар ғой, стульчиктеріңіз той, соған қойып қойыңыздар да. Или бақ жандарыңызға ма, или ыңғайлап қойып алыңыздар, өздеріңізге кіші айтты. Үстелге қойсаңыз, адамды да үстелдің үстіне қойса. Жоқ, орнына бара берсе болады әрине, орындарыңызға. Иә, әрине. Қыздар, тез-тез отырамыз. Бұл дайындық есемде болсын. Енді ренжімейсіздер, бір стульчиктен алып тастап отырамын. Үлгермей қалған қыз ренжімейді. Дайынсыз ба? Музыка, кеттік ал. Ең әдемі дегенде сыйлық болатын болсын, иә? Түсінікті гүл алып келгендеріңіз. Айдана, сен не алдың? Груша. Груша? Это не яблоко? Да, груша, да? Келсеңіз ғой, тамаша ғой. Қошемет. Одан кейін сіз? Пивно, галстук. Галстук алып келді, тамаша. Одан кейін гүл, галстук, гүл. Және де, грушаның жеп біреудің істеген грушасын алып келді, тамаша. Енді мен стульчикті ұмытып кеткен болатын, ренжімеңіздер, сол үшін повторный ряд болсын, е? Ал, давай, музыка, кеттік ал, билейміз! Билейміз! Басқа музыка қойайын ба? Биле алмайсың ба, Нұршат? Саған бір қазақша өлең қойайын ба? Қазақша өлең қойылсын ба? Ойбай, отырмын, бас точкің деп.
Не ол? Кетті ау. Ұштың ба сен де? Эй, мам, я түкірерім сүйші. Мясная самса ма деп, мясной самса ол. Мясная, да? Енді сіз үлгермей қалдыңыз. I'm sorry. Кешірім өтінеміз. Мясной самсаңызбен орныңызға қошеметтен шығарып саламыз. Рахмет. Тамаша. Енді қыздармен бір таныса өтейік. Қыздармен не әкелген? Қыздар, Айдана, не әкелді? Мясо. Мясо кәдімгі бар ғой. Жегім келеді екен да. Тамаша, одан кейін не бұлар? Машинка. Машинка. Машина дейді. Машинка. Тамаша, одан кейін? Мандарин. Но, апельсин бұл. Точно, мандарин ол. Келсеңіз ба? Сіздер шешесіздер. Тамаша, болды, келсі. Одан кейін машинка, мандарин. Сіздер апельсин менше, осы қазақтар апельсинді мандарин болып жүресіздер. Ей, біреудің шек болған салаттар. Мусор алып кетті бәй. Қош келетіндерің бар ма? Молодец. Сен өйтіп мусор жинай. Оған бәрі мусорын тастамақтан ше. Одан кейін Нұршат машинка, сіздікі? Майлық кәне. Мынау салфетка, я? Қазақшасы майлық. Келсеңіз ба? Тамаша, керемет, майлығыңыз өзіңізге. Сонда даяшы келеді, маған майлық бересіз ба дейсің ба? Тамаша. Одан кейін сіздікі машинка. Молодцы қыздар, енді әрі қарай жалғастырып берейміз, кәне маған бере салыңыз, мен қоямын мусорды. Ал, дайын болайық, келесі стульчик азайтамыз, сол үшін шу сурет ету керек, қыздар. Дайын болса, музыка кеттік ал! Музыка кеттік әрі қарай! Хат дегендегі. Сіздігі не болып еді? Сіздігі х болды ма? Не болды сында аты? Ғаламтор. Бірақ өкінішке орай сіз үлгермей қалдыңыз, е? Келісім бойынша. Тем более біз х әрпіне хат деген кезде келісім боламыз. Сонымен келесі ойынға шығасыз. Обязательно қошеметтеп орнына шығарып саламыз. Одан кейін тамаша. Сіздікі Айдана? Сіздікі х. Кімге жолдадың? Кімші ма? Анадай келтірді. Молодец, тамаша, келсек болды. Одан кейін сіздікі? Халық адамы. Өте тамаша келді. Халық адамы. Негізі басқарып бешінасың сен, түрің паленый өтірсің жек. Негізі күшті. Сіздікі?
Хрен. Хрен, я? Хрен его знает, ты знаешь? Хрен, да? Чех хрен это? Чех хрен это? Тамаша bunu музыканы деген қайдақ қойып, молодец, өте тамаша, тапқыш фантазияңыз мықты. Сен жүріп жатқан кезде абайлашы, сен де ше. Құлақ қалмашы. Түрілген кет. Давай, сіздікі. Халық санын көреді деп. Қазір қайтқанын қатырайын. Халық санын көру. Халық санын көретін аппарат десең болады, иә? Жарайды, солай келейік, сіздікі. Сіздікі хат, дұрыс, WhatsApp-та келсеңіздер ғой. Қошеметтейміз. Одан кейін сіздікі. Нешетіңіз тауға кезде. Мусор, хлеб. Келсеңіз ғой. Болды, қошеметтейміз. Одан кейін Нұршат. Хрусталь. Келсеңіз ғой. Қошеметтейміз. Хрусталь. Одан кейін сіздікі. Хат. Тамаша. Өте керемет. Барлығын орнына қойып жібереміз, тездетіп, жылдамдатамыз. Тез жылдам орнына қойып жібереміз. Ал. Кеттік, отырамыз. Енді екі адамнан қысқартатын боламыз. Екі адамнан. Музыка, кеттік ал. Болмай қалып келесі ойынға шығасыз. Енді бір-бір тез жылдам өтейік. Нұршат, сіздікі? Досы, әдемі, келсеңіз ғой, қошеметтейік. Одан кейін татыр. Досы, тамаша. Одан кейін сіздікі, біздікі, одан кейін дөңгелек тәрелке. Келсеңіз ба? Жарайды, мақұл. Кет, одан кейін, досын алып деді, жаңа берген, дұрыс қой. Одан кейін, досын, не білді, достар? Одан кейін, диплом, әдемі, құтты болсын. Дөңгелек, сақин әдемі. Одан кейін сіздікі, бермішкен. Дөңгелек, құтты болдың ба? Бұл не? Дәке. Қоя салайын. Біреудің дәркесін алып кеттіңіз ба? Бірақ сізді көрмей қалдыңыз ғой. Өкінішке орай, енді сізбен келесі ойында кездесеміз. Өкінішке орай. Орныңызға жайғасып алыңыз. Қыздар, жігіттер орындарыңа. Енді 3 стульчик кетеді. Сол үшін дайын боламыз. Дайын болса, группалар жанкүйерлік жасаймыз. Музыка кеттік ал. Үлгермей қалдыңыз. Сізден шарт шығар. Енді өкінішке орай орны жетпей қалды, орны үлгермей қалды. Сондықтан сізбен қош айтсамыз, келесі ойынға дейін рахмет. Қошеметтеп қоямыз. Одан кейін Бибнұр. Шаш. Хорошо, что шаш бар, ё-моё. Диплом сұхбат жайға. Сіздікі?
Шаншархан және Жанерке Шан. Аты жөніңіз ғой, Шарикпен шығып тұрған Шаншархан Жанерке. Дұрыс қой, о тамаша сіздікі? Шөп. Әйтеуір нормально шөп қой, Онда шөпке құмар болуың керек. Одан Шарик. Дұрыс. Бір бокалын шығарып кетіңіз. Сіздікі? Нұршат сен? Шыңғыл шынар. Шыңғыл шынар? Шыңғыл шынар. Келсеңіз ғой, тамаша. Енді бір стульчик азаятын болады. Дайын болса, ойынымыздың соңғы сәті музыка кеттік ал. Тұрмай отырыңдар, түсіп кетіп бара масқара. Енді ремені маған беріңіздер. Ремені маған беріңіздер. Сізбен енді өкінішке орай орныңызға көрмей қалдыңыз. Сондықтан келесі ойында кездесеміз. Ал енді дайын болсақ, қыздарға соңғы шартты былай қылып өзгерткім келіп отыр. Бүгінгі мисті анықтаймыз деген болатынбыз. 4 қыз ең соңына 20 қыздың ішінен қалды. Енді 4 қызды орындарыңыздан тұруларыңызды сұрайын. Орындарыңыздан. Стульчиктер енді керек емес бізге. Қазір жақсы музыка дайындап қойса, ең әдемі мисс ханымның подиумын көретін боламыз. Ең